Біз сіздерге ең жақсы балабақшаны ұсынамыз. Бала ерте жастан балабақшаға келеді. Біздің балабақша оның көз алдына қызығушылық, қуаныш ұялатады. Балабақшаның әр бұрышы балаға жаңа нәрсені үйренуге мүмкіндік береді. Сұрақтар туғызады және оларға өз бетінше жауап табуға көмектеседі. Балабақша балалар үшін ыңғайлы және қызықты. Балабақша мен топтық бөлмелердің барлық пәндік кеңістік ортасы балалардың жеке және жас ерекшеліктерін, білім беру бағдарламалары мен даму ортасын құру принциптерін ескере отырып құрылған және балалардың эмоционалдық әл-ауқатын дамытуға, олардың мүдделері мен қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған. Жабдықты орталықтарға орналастыру балаларға ортақ мүдделер бойынша кіші топтарға бірігуге мүмкіндік береді. Бай білім беру ортасы әр баланың қызықты, мазмұнды өмірін және жан-жақты дамуын ұйымдастыруға негіз болады. Дамытушы ортаны құру мен жетілдірудің жетекші бағыттары ретінде біз келесі бағыттарды қарастырамыз. Баланың дамуына толыққанды әлеуметтік ортасын балалар арасындағы әртүрлі жастағы өзара ынтымақты және ересектермен қарым-қатынас жасау үшін жағдай жасау. Балалар қызметінің әртүрлі түрлеріне арналған арнайы үй-жайларды бөлу және жабдықтау. Топтық үй-жайларда балалардың бірлескен және жеке іс-әрекетінің қажетті тепе-теңдігі үшін, оның ішінде оңаша қалу бұрыштарын ұйымдастыру үшін жағдай жасау. Балалар мен педагогикалық жұмыстың әртүрлі формаларын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін және олардың әртүрлі белсенділіктерінің көрінуіне ықпал ететін ортаны жабдықтау және пайдалану. Балаға бағытталған ойын, спорт және басқа жабдықтарды көп функциялы пайдалану. Табиғи бейімділігі мен күрделілігі негізінде тәрбиеленушілердің жеке басының рухани адамгершілік дамуы мақсатында ұлтаралық бұрыш құру. Музыкалық ортаны құру. Ол үшін балабақшада не бар дейтін сұраққа жауап бере кетсек, дене шынықтыру залы, спорт кешендерімен, үлкен модульдермен, төсеніштермен, гимнастикалық орындықтармен, еңбектеуге арналған доғалармен, доптармен, арқанмен, құрсаулармен, кегелдермен және басқа да қажетті жабдықтармен жабдықталған. Эмоционалды көңіл күйді қалыптастыру үшін залда магнитофон бар. Музыка залы. Қонақтарды қабылдауға, ойын-сауық, мерекелер, концерттер, театрландырылған қойылымдар өткізуге арналған балабақшаның ең негізгі залы. Залды көркемдік және эстетикалық безендіру маусымдық және тақырыптық мерекелерге сай орындалады. Би залы. Балалардың түрлі мерекелік кештерге дайындалуына мүмкіндік беретін үлкен орта. Оның қабырғасында үлкен айна орналасқан. Айна балаларға билеу кезінде өздерін көруге және олардың жетістіктерін объективті бағалауға мүмкіндік береді. Топтық шығармашылық үшін құм мен сурет салуға арналған толық жабдықталған студия бар. Конфигурация бүкіл топты бір уақытта алуға мүмкіндік береді. 7 бала жеңіл планшеттерде құм суретін жасайды. Қалғандары психологиялық құмсалғыштағыдай үлкен үстелде жұмыс істейді. Веб-камера құм сызбасын жазуға, оның ноутбуктағы суретке түрлендіруге және фотоқағазға басып шығаруға мүмкіндік береді. Көптеген суреттерден слайд-шоулар мен бейнелер де жасалынады. Балабақшада STEM оқыту кабинеті сиқырлы бөлмесі бар. Ол бөлме Alio патч-тоннель сенсорлық дисплеймен, Уаро робототехникасымен, Фребелдің дидактикалық ойындарымен, Дэниш блоктарымен, түрлі түсті кюзинер таяқшаларымен, жұмсақ конструкторлармен және бас қатырғыштармен, Воскобович ойындарымен,
тірі және жансыз табиғаттың эксперименттік әрекеттеріне арналған материалдармен жабдықталған. Балалардың танымдық қабілеттерін дамытуда кітап пен жұмыс маңызды рөл атқарады. Балалар тәрбиешінің әңгімелерін тыңдағанды, сүйікті шығармаларын оқығанды, иллюстрацияларды қарастырғанды ұнатады. Балалардың кітап пен жұмыс істеу дағдысын дамыту үшін Нұрбала бөбекжайында тәрбиешімен бірлесіп әдеби шығармаларды және балалардың өзіндік іс-әрекетін зерттеуге арналған кітап оқу залы жабдықталған. Оқу залында интерактивтік тақта бар. Онымен балалар тәжірибелі жұмыс істей алады. Жаңа кітаптар тауып, әдеби кейіпкерлермен танысады. Жайлы және жағымды ойын-сауық үшін кабинетте балалар жайлы өз еркінше орналаса алатын жұмсақ аймақтар ұйымдастырылған. Бұл баланы естіген және көрген нәрсені ерекше қабылдауға бейімдейді. Логопедтің кабинетінде дидактикалық және әдістемелік материалдар жинақталған. Оның барлығы сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың әртүрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру үшін қажет. Мұнда физиологиялық және сөйлеу тыныс алуын дамыту, есту зейінін дамыту, ұсақ бұлшықеттердің дамуы, дұрыс сөйлеуді дамыту, есту қабілетін дамыту, даму бөлімдері бойынша көрнекі материалдар, құралдар мен дидактикалық ойындар ұсынылады. Балабақшадағы сенсорлық бөлме балаларды әрі қарай оқуға психологиялық және эмоционалды дайындау үшін қолданылады. Педагогтар мотивацияны қалыптастыру үшін жұмыс істейді. Тәуелсіз эмоционалды және физикалық релаксация дағдыларын үйретеді. Стресске төзімділікті арттырады. Балалардың еркін қызметі кезінде дефектолог Зәмзәгүл Хайыржановна Салыкова жеке тәрбиеленушілермен сабақ өткізеді. Оларға нақты Мария Монтессори материалдары мен әрекет ету тәсілдерін үйретеді. Қазақ тілі кабинеті балаларды қызықтыру және қазақ тілі бойынша білім беру үшін мұғалім мультфильмдердің, компьютерлік бағдарламалардың қазақ тілін үйрену туралы арнайы балалар сайттарының көмегіне жүгінеді. Рухани жаңғыру мектеп жасына дейінгі балалардың бойында қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлері туралы білімді қалыптастыра отырып, балалардың Қазақстанның ұлттық мәдениеті туралы білімдерін тереңдете және кеңейте отырып, біз балаларда өз республикамыздың өткені мен бүгініне деген қызығушылықты, құрмет пен сүйіспеншілікті тәрбиелейміз. Буккроссинг. Бұл босатылған кітап деп аталатын аймақ. Ол қалай босатылады? Акцияға қатысқысы келетін кез келген адам кітапты алып келіп қана қоймай, өзі кітап алып келеді. Оны басқа адамдар оқи алатындай етіп, арнайы белгіленген жерде қалдыра алады. Жылыжай тәрбиешілердің қолымен біртіндеп құрылып, әртүрлі үй өсімдіктерімен жабдықталған. Бүгінгі күні балабақшамызға керемет көрік беріп тұрған ерекше орталық болып есептелінеді.